Саламатсыздар ма, құрметті менің гүлсегіш достарым? Міне енді осы бір ай бұрын фикус бенджамин гүлімен тамырландыруға қойғам. Соны сіздерге көрсеткім келіп тұр. Өзімнің кішкентай тепличкім бар. Соған салып, так, қазір көрсетейін. Міне, мына фикус бенджамин. Мынандай жапырағы шықса, значит, тамыр шықты деген сөз. Енді ол итақта 5 майда, бүгін 7 күн. Ровно бір ай дегенде де уже 3 аптада ма көріне бастап, міне тіпті тамыры совсем шығып кетті да, мындай болып. Енді осыны сіздермен бірге егейін деп отырмын. Ешқандай қиындығы жоқ. До полного высыхания дейді ғой. Пока топырағы кішкене құрғағанша су құймайсыз, сосын барып құясыз. Уже топырағы құрғағаннан кейін. Бұған көп су құя берудің қажеті жоқ. Су шашқанды жақсы көреді. Мен алдында да айттым, суға шашқанда пульверизаторыма кішкене перекис қосып жіберемін де, сосын соменен шашам барлық гүлдеріме. Міне екеуін істеп қойғам. Тамырлары көрініп шығып жатыр. Бірге осыны енді сіздермен бірге отырғызайық. Мынандай өте үлкен қажет емес, кішкентай горшок. Міне осындай горшокке егіп, тамыр деген мощный көрініп тұр. Тіпті бер жағына да шығып кетіпті. Астына қарай жайлап кетіп жатыр. Өте неприхотливый дейді ғой. Сондай гүл. Көп күтімді қажет етпейді. Топырақ универсальный. Универсальный топырақ. Кішкене батырып алайық. Түбіне обязательно тесігі болу керек, және дренаж. Дренаждың орнына мен әуелден де айтам, қол жетімді мынау пенопласты дейтін толып жатыр ғой. Қазір мебель алсаңыз, каждый мебельдің ішінде пенопласты. Мен сондайлардың бәрін жинақ қойып жүрім. Гүлдің астына салуға. Міне жазып сыртына қойдым. Сыртына жазып қойдым. Фикус бүгін 7-сі деп. Самый главный число емес, жылы ғой, неше жыл тұр деген сияқты ғой. Содан қарап отырамыз ғой. Мен соны жақсы көрем өзім. Топырағын салып алатым. Так. Так, бұның да топырағы жақсы. Тамыры міне көріп тұрсыздар. Уже отырғызатын болып жатыр. Отырғызып. Так. Қазір. Міне. Астына пенопластын салдық. Типа как керамзит. Ол да жақсы көмектеседі. Су шашқанды жақсы көреді. Удобрениесін айына 2 рет беріп тұрасыз, или 10 күнде бір беріп тұрасыз.
Мен өзім 10 күнде бір беріп тұрам. Қазірше міне ектік. Енді анау кішкене су алып, мен карнивин қыттай міне қасықтың ұшыменен карнивин салып, осы суды құйып жіберем. Бәрін емес, енді шамасына қарай құясыз. Карнивин деген тамырының алып кетуіне жақсы көмектеседі. Так. Тамырының алуына жақсы көмектеседі. Міне, гүліміз дайын болды. Енді осыдан көпке дейін су құймаймыз. Құрғағанда барып құямыз. Таза су құямыз. Гүліміз дайын болды. Сау, саламатта болыңыздар. Заман тыныш болсын. Пока-пока.